Сәлем достар, бүгін женттің жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Тарыны осылай жақсылап тазалап жуып алдым. Қатты ысып тұрған майға тарыны салып пісіреміз. Менде құйрық майға пісіремін. Егер құйрық май болмаса, сұйық майға пісірсеңіздер болады. Бұрынғы кезде әжелер осылай жентті дайындаған. Маған бұл женттің рецебін анам, яғни енем үйретті. Өте керемет болып шығады осылай дайындасаңыздар. Қазіргі женттен өзгешелеу. Бұл тарыны апаларымыз сөк деп те айтып жатады. Әбден тарыны салып болғаннан кейін жақсылап қуырамыз. Тарыны су қалпында салды деп ойламаңыздар. Суын төгіп тастадым және сулы тарыны осылай майға қуырамыз, ештеңе етпейді. Және сулы тарыны қорған кезде майдың бетінен бу шығып тұрады. Бу кеткен кезде тары піседі. Және немесе жеген кезде қытырлап тұрады тары. Тары пісті, енді үстінен ұнды қосамыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасайтын боламын. Піскен тарының үстінен ұнды салып араластырамыз, және де араластырған кезде астын күйгізіп алмай араластыруымыз керек. Салмақты болады араластырған кезде, қолымыз талады. Екі қолымызбен кезек-кезекпен араластырамыз, және де тағы да ұнды қостым. Ұн піскенше араластырамыз, біраз уақыт алатын болады. Осылай қолымызбен араластырып тұрамыз. Және де араластырған кезде онда түйіршіктер болады. Осылай кәкпірдің көмегімен үстінен басып майдалаймыз. Пісуге жақындап қалды. Көрдіңіздер ғой, асты күйіп келе жатыр. Жылдам-жылдам араластырамыз. Осылай араластырып тұрып пісіріп аламыз. Мінеке ұн пісті, енді үстінен менде үйде тұрған кептірілген қызыл ірімшікті салып жақсылап араластырамыз. Бұл кезде ірімшікті қуырмаймыз. Барлығын осылай ыстық қалпында араластырамыз бірге. Және де қыздар, менің YouTube каналымда осы қызыл ірімшіктің жасалу тәсілі бар. Ол шортс видео, қысқаша видео. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осы ірімшіктің жасалу тәсілін көрсетемін. Осылай кептіріп алып қоссаңыздар да болады. Өте дәмді, керемет болады. Дәмін енді осы қызыл ірімшік ерекше береді. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін жеке ыдысқа саламыз. Қызыл ірімшікті кептіріп болғаннан кейін оны сақтап үгітіп осылай турайсыздар. Барлығын салып болдым. Енді жеке ыдыста барлығын тағы да бір рет араластырамыз. Осылай түйіршіктерін кәкпірмен майдалаймыз. Енді печенье қосатын боламын. Менде юбилейный печеньесі, басқа печенье түрін қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын сақтап үгітіп алдым. Үстінен қосып, тағы да жақсылап бірге араластырамыз. Біз осылай көп қылып жасап аламыз да қойып қоямыз. Оны морозильникте сақтайсыздар. Холодильникке сақтауға болмайды, өйткені көгеріп кетеді. Сол себепті морозильникте ұстаймыз. Ол көп уақыт тұра береді. Морозильникте бұзылмайды. Үстінен енді қантты қосамын. Сіздер де көз мөлшеріне қарай қосасыздар, дәміне қарай қосасыздар. Енді қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Мен өзім 2 килограмм қант, 2 килограмм печенье қостым. Қанттың барлығын қосып, тағы да араластырамыз. Дәмін көресіздер, тәтті болу керек. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ең соңында ерітілген жылқы майын қосатын боламын. Өзімізге ұнайды, ерекше дәм береді. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар болады. Сіздер ойламаңыздар, құйрық майға неге жылқы майын араластырып жатыр деп. Ол ештеңе етпейді. Және де құйрық май болмаса, немесе жылқы майы болмаса, сұйық майдың өзімен жасай берсеңіздер болады. Жентіміз дайын. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.